Әділдік. Хусейн қазынаның терезесінің түбіне келіп, екі жаман киімді тіленші, «Құдай үшін қайыр беріңіз» деді. «Құдай өзі берер, барыңыз» деді қазы. «Пайғамбар ақысы үшін». «Ей, тіленшілер, енді басымды ауыртпай кетіңіз» деп ашуланып, қазы оқып отырған кітабын жерге атып ұрды. «Ах, қазы, бейшарашылыққа бір нәрсе берсеңші» деп тіленшілер кетпей жылап тұрды. Сонда қазы ыза болып, ұшып тұрып, жұмыскерлерін шақырып бұйырды. «Мынау бір-екі қыдырындыны зынданға тастаңыз» деп. Бірақ сол арада тіленшілер жоқ болып кетті. Мұнан соң 3 күн өткен соң қазыға көп қонақтар келіп той болды. Қазының үйінің іші жарқыраған алтын, шамасыз дәулет өзі терезесін ашып, сол терезе түбінде муфтимен әңгімелесіп, көзін Бағдаттың қаласына салып отыр екен. Муфти дегеніміз мұсылмандардың дін басысы. Сол уақытта терезе тұсына анау күнгі 2 тіленші тағы келді. «Қуаныштарыңыз қайырлы болсын, қазы. Осы қуаныш үстінде бізді де бір нәрсе беріп қуантыңыз» деп жылап тұрды. Сонда қазы қасындағы муфтиге айтты. «Осы 2 қыдырынды тіленшілер екінші рет келіп беймаза етеді. Қалипа Хазіреті осындайларға жаза бұйырмайды. Сөйтсе де бұл жолы бұйрықсызда болса, осы 2 тіленшіні ұстатып кісендетемін. Бағдаттай қаланың сынын бұзып қыдырып жүрмесін» деп адамдарын шақыртты. Сол уақытта 2 тіленшінің өздері үйге кіріп келіп, үстіндегі ескі киімдерін тастап, біреуі айбатты дауыспен ақырды. «Қазы, мен сені қазы қойғанымда жұртқа қайырлы, байға, жарлыға бірдей, ақ сарағат би болар ма екен деп үміт етіп едім. Бұл жаңылысыма тоба қылдым. Жапар, мынау оңбаған құртты алып, әділдікпен жазасын бер. Жұртым көріп білсін, патша құрығы ұзын екенін. Ерте ме, кеш пе, қылған жамандық патшаға білінбей қалмайтынын, білінсе үлкен кішілігіне қарамай жаза тартатынын» деп. Жиылған қонақтар бұларды танып, аяқтарына құлап жығылысты. Тіленші болып келіп жүрген Харун Рашид деген қалипа патшасы, қасындағы Жапар деген уәзірі екен. Соңы.